Олай, қайырлы кеш, құрметті оқырмандар, сүйікті көрермендер, көп болды сіздермен осылай тілдеспегелі. Бүгін өте жақсы көңіл күймен бір жерге бара жатырмын. Негізі бір болайық қалалым жобасында үнемі бір дәстүр ретінде бізде тұсаукесерлер болатын. Мен ойлағам, негізі жобадан кеткеннен кейін ол сол үрдісте кішкене ақырын бәсеңдей түсе ме деп. Жоқ, олай емес. Шахкерім қайта келеді эфирлерге. Күткен адамдар болса аз қалды деймін. Ал сезім бағын енді Айдай ханым жүргізетін болды. Бірақ көпшілік Шахкерімнің қайта оралуын күткен еді. Қанша дегенмен ол басынан бері келе жатқан адам ғой. Мүмкін әлі келіп қалар, кім білсін. Бұрынғы жүргізуші Камила да, бас редакторлар да орнынан кеткен. Бір адамға бәрін алып жүру оңай емес, сондықтан Шахты күтеміз. Айдай ханым да кезінде сезім бағын жүргізген. Асылы ханым айтқандай, жаңа маусымда эфирге шықпаған 17 жаңа қатысушы және 7 ескі қатысушы болады екен. Барлығы 24 қатысушымен бастаймыз дейді. Өткен маусым тойсыз аяқталған еді. Біз Абылай екеуміз 5 жылдан бері бізді көрмедік. 5 жылдан сағындық қой. Бір-бірімізді сағындық. Алла қаласа 18 тамыздан бастап Düşembe günü saat 12 мен 16'nın arasında sizleri NTK arasında tıkarız. бірге жолығатын болады. Редакторлардан біз көріп жүрген мәди және бұрынғы редакторлар сол қалпы қалған. Пікірлерде былай деп жазған. Айдай өте жағымды, тәрбиелі, асылдық деңгейінде. Өте нәзік әрі әділ. Оны бұл ұжымның интригасы мен 200-ділігі бұзбаса екен дейміз. Оның менің таптап тастамаса екен дейміз. Тағы бір көрермен. Мен сіздердің бағдарламаңызды Шахкерім жүргізіп жүрген кезден бастап көрдім. Форматы да оның жүргізуі де ұнайтын. Қалауым, бір болайық, сезім бағы, бәрінде қызығып қарайтынмын. Бірақ онымен қалай қоштасқандарыңыз адамгершілікке жатпады. Сол сәттен бастап мен бағдарламаны қарауды да, парақшаларыңызға жазылуды да қойдым. Жақында жаңа жүргізуші барын көрдім. Иә, Айдай ханым жақсы, бірақ мәселе жүргізушіде емес, кәсібилігімен бағдарламаны көтерген адамға деген қарым-қатынаста. Сіздер ең болмаса ресми түрде құрметпен қоштасуларыңыз керек еді. Мұндайдан кейін сенім жоғалды. Бұрын шынымен жақсы көретінмін. Мұны фейк аккаунттан жазып отырмын, ондай әркімде бар. Негізгі парақшамнан жазсам да ештеңе өзгермейді. Халықтың пікірі бәрібір маңызды емес сияқты. Өкінішті. Кейбіреулер Айдайды Камилодан 1000 есе артық дейді. Камиланың этикасы жоқ, сезімге мән бермейтін, тіпті кез келген жерге өзін және жеке өмірін қосып жіберетін әдеті болғанын айтады. Басқалары, Айдай өз мамандығымен жұмыс жасамайды ма? Тегін грантпен оқыды, бірақ кәсіби журналист бола алмады. Ол жүргізген маусым қызықсыз еді, бұл да сондай болуы мүмкін дейді. Бір көрермен Шахкерім мықты журналист, бірақ қатысушыларды бөлу, кемсіту, өзін биік санау жиі болды. Айдай мен Анна ең шыншыл, адал жүргізушілер. Тағы бір пікір, энергиясы жоқ. Шахкерім өз жұмысын бітірді, енді онымен жұмыс істегілері келмей. Арасында не болғанын біз білмейміз. Камила оның кетуіне себеп болды деу бос сөз, ол қарсы шыға алмайды. Шахкерім кәсіби журналист, ал Камила ондай білімі жоқ.